Армысыз көрермен, сіздермен бірге арнайы шығарылымда мен Нұрыл Абыспай. Өздеріңізбен бірге біз Түркістан облысындағы барлық мансап орталықтарының жұмыс барысымен таныстырып жүрген болатынбыз. Бүгінгі бағдарламамыз осылай кабинеттен тыс еркін форматта болмақ. Біздің кезекті шығарылымыз Мақтаарал ауданында жалғасын тапты. Қазір менің жанымда Мақтаарал аудандық мансап орталығының басшысы тұр. Саламатсыз ба аға? Жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Мақтааралға қош келіпсіздер. Қош көрдік. Біз Мақтаарал ауданы бойынша мансап орталығының басшысы, есімім Оразбек. Осы Мақтаарал ауданының тұрғындарын жалпы жұмыспен қамту мәселесі бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Былтырғы жылы біздің ауданымыз бойынша жалпы өңірлік жұмыспен қамту картасы бойынша 10.448 азамат жұмысқа жолданған болатын. Оның 4.000-нан астамы тұрақты жұмысқа, қалған азаматтар уақытша жұмыс орындарына жіберілген болатын. Міне сол былтырғы біздегі мемлекеттік бағдарламалар бойынша жұмыс істеп жатқан мекемеге келіп тұрмыз қазір. Бізде мынау Мырзакент жауапкершілігі шектеулі серіктестік көгалдандыру бойынша жұмыс атқарады. Сол мекемеде арнайы белгіленген жеріне келіп тұрмыз. Жұмыс істеп жатқан азаматпен бұл жерде Күмісшаш жобасы бойынша атқарып жатқан көкем ағамыз. Саламатсыз ба аға? Жағдайыңыз қалай? Енді осы мына әйтеуір, осының артында әйтеуір жасыл желек бағдарламасы ғой, негізі мынау жасыл желек орталығы ғой. Соған жұмысқа кіріп, енді мына ауылда әйтеуір жұмысымыз жақын. Әйтеуір жұмыс істеген адамдарға әйтеуір мынау нафақа ғой, дайын. Адал бейнет. Тұрғындарға айтарыңыз бар ма? Тұрғындарға айтарым енді, мынау жасыл желек бір жағы әйтеуір тазалықты адамға керек қой. Әйтеуір мына балдарды әйтеуір осындай көгалдарды сындырмай, көрген жерге қоқыс лақтырмай, жинап теріп жүрсе, мектеп орталықтарда, басқаларда соны уағыз етіп айтып тұрса балдарға, жастарға өсетін. Сол енді тәрбиені әркім өзінің отбасынан бастайды ғой, тазалықты отбасынан басталады бәрі. Осы мүмкіндікті берген енді мына үкіметімізге рахмет айтатын. Мына бағдарламаларға рахмет айтатын. Жұмысы жоққа жұмыс тауып, нәпақамыз тауып жүрміз осы жерде. Жалпы біздің бағдарламалар бойынша қазір күміс жас бағдарламасын көрдік. Бұдан бөлек басқа да бағдарламаларымыз бар. Мынау облыс әкімінен бекітілген квоталар бар. Мүгедек азаматтар жұмыспен қамту пробация есебінде тұрған азаматтар жұмыспен қамту туралы квота бөлінген. Сол квоталарды барлығын аралап көрейік. Қазір жастар практикасы бағдарламасы бойынша жұмыс атқарып жатқан жастар бар. Соларды аралап көрсетейік сіздерге. Жақсы. Мақтаарал ауданында жұмыспен қамту саласында тың бастамалар жүзеге асып, нәтижелі жұмыстар атқарылуда. Мемлекеттік бағдарламалар аясында көптеген жас мамандар еңбек жолын бастап, тәжірибе жинақтауға мүмкіндік алуда. Солардың бірі Олжабаев Бекарыс. Ол қазіргі таңда аудандық орталық ауруханада жастар практикасы бағдарламасы арқылы қызмет етуде. Жас маман аз уақыт ішінде мол тәжірибе жинап, білікті дәрігерлердің тәлімін алып, практикалық тұрғыда көптеген дағдыларды меңгеріп үйренді. Бекарыстың алға қойған мақсаты айқын, кәсіби біліктілігін арттырып, медицина саласына өз үлесін қосу. Жастар практикасы тек оған жұмыс табуға мүмкіндік беріп қана қоймай, мамандығын шын жүрекпен сүюді, жауапкершілікті сезінуді үйреткен. Жетісай жоғары медицина колледжінде оқып бітірдім, бакалаврда. Қазіргі таңда 20-20 бағдарламасында сол жерге жұмыспен тіркелдім. Қазір осы жерде істеймін. Осы флюорография бөлмесінде адамдар түсіремін. 15 жастан жоғары адамдарды түсіреміз, оқушыларды. Қазірге уже мен істеп жатқаныма 4 айдан уже асты. Жарты жылға жуықтап қалды қазіргі таңда. Мен әрі қарай білімімді жоғары дамытып оқығым келеді. Жоғарыдан шыққым келеді. Еліме қызмет еткім келеді осы медицина саласында.
Мақтаарал ауданында жұмыспен қамту шаралары тек жастар практикасы бағдарламасымен шектелмейді. Сонымен қатар пробациялық есепте тұрған азаматтарға да мемлекет тарапынан нақты қолдау көрсетілуде. Бұл олардың қоғамға бейімделіп, адал еңбек арқылы жаңа өмір бастауына берілген үлкен мүмкіндік. Осындай жандардың бірі Естемиров Мұхан, ол өткен жылы аудандық мансап орталығы арқылы қайтарымсыз мемлекеттік грантқа ие болды. Бүгінде өз кәсібін дөңгелетіп, жылыжай шаруашылығымен айналысып отыр. Мансап орталығы тарапынан берілген оқыту мен кәсіби бағыт-бағдар жылыжайды күтіп баптаудың қыр-сырын толық меңгеруге жол ашты. Соның нәтижесінде ол қазіргі таңда 6 соттық жерге түрлі көкөніс өнімдерін егіп, мол өнім алуда. Өнімдері тек аудан көлемінде емес, көршілес аудандар мен Шымкент қаласына да жөнелтіледі. Ең бастысы, ол алдағы уақытта шаруашылығын кеңейтіп, жылыжай көлемін 10 соттыққа жеткізуді жоспарлап отыр. Мен мынау 2024-те провациялық есепте тұрған Естемир Мұхан Сейітбекұлымын. Маған сол провациялық есепте болғаннан кейін осы мансап орталығына барып, прокуратураның көмегіменен, мынау провацияның басшыларының көмегіменен жылыжай құрған жайымыз бар. Сол жылыжайдың қазіргі таңда жемісін жеп жатырмыз. Біреу еді, екеу қылдық, екеу еді, үшеу қылдық дегендей. Сол мансап орталығының сүйемелдеу көмегіменен, қолдауыменен осынша дәрежеге жетіп жатырмыз. Құдай қаласа мына қазіргі таңда кептіріп дайындық жұмыстары болып жатыр. Көң дейді жаңағы өзіміздің көктемгі жер ішін кептіру дейді. Көшетіміз құдай қаласа 10 күнде дайын болады. Сол сразу жаңағы ненің ішіне қондыруға бастаймыз. Барлық қиярдан бастап егеміз. Қиярдың сезоны келеді қазір ертең. Одан кейін жазға помидор, күзге мынау доңған болгары дейді. Соған әрекет жасап жатқан жайымыз бар. Осы мансап орталығына барғаннан кейін сол жерде тәжірибе алдық, сол кісілердің істеп жатқан нелерден. Жаңағы таныс таптық істеп жатқан неден. Қазір нені ашсаңыз, не дейді? Интернет ашсаңыз бәрінің көмегі тиіп жатыр. Осы бізге мынау қазіргі таңда жемісін жеп жатырмыз, бала шағамызбенен сатып дегендей. Өнімді мен күздік кеше мына 2-3 күн болды, бір апта болды мынау болгарды алып тастағанымызда. Піскенінен. Шымкентке өткіздім. 1200 теңгеден Шымкенттің бағасы жақсы екен. Бұл жерде 500 теңге. Соған ақырғы расходымыз жау болдық. Жоспар бар ма алда? Қандай жоспарлар бар? Жоспарымыз бұның көбейту мұнаның. Тағы да. Мына қазір 5-6 сөтік болып тұр ма? 10 сөтікке апарсам дей мына осы толық огородты. Кең жер ғой бұл жерде. Жай жылма-жыл істеп жатқан жайымыз бар. Рахмет айтамыз мына мансап орталығына осындай көмектерді халыққа беріп біздерге, сіздерге дегендей. Құрметті көрермендер, міне біз нысандарды аралап келдік. Енді қазір Мақтаарал ауданындағы мансап орталығына кіріп, жұмыс барысын ішкі процеспен бірге танысайық, сізбен бірге. Бағдарламалар бойынша жұмыс істеген азаматтарды көріп келдік. Енді біздің тыныс тіршілігімізбен таныс болыңыздар. Мақтаарал ауданы мансап орталығы филиалының ғимараты. Ішке кіріңіз. Жалпы Мақтаарал ауданы мансап орталығы филиалында 47 азамат жұмыс атқарады. Бізде ауданда 11 ауылдық округ бар. Сол 11 ауылдық округта өзіміздің өкілдеріміз бар. Мына бөлім бізде жұмыс іздеушілерді қызмет көрсететін сектор. Мына жақта атаулы әлеуметтік қызмет түрлерін қабылдайтын мамандар. Жұмысымыз былтырғы жылға жаңағы менің басында айтып өткендей, өңірлік жұмыспен қамту картасы бойынша 10.448 азаматты жұмысқа қамтылды. Оның 4.000-нан астам тұрақты жұмысқа, қалған бөлігі уақытша жұмыс орындарына, оның ішінде жаңа бизнес идеяларды іске асыру бойынша грантпен 122 азамат мемлекеттік қайтарымсыз грантталған. Жалпы әртүрлі біздің ауданымыз аграрлық сектор болғаннан кейін осынау өндірістік жиһаз өңдеу, ағаш өңдеу, одан кейін тамақ өнеркәсібі,
сонымен қатар тоқыма, сүт өнімдерінен қайтарымсыз грант алған. Жалпы біздің Мақтаарал ауданында 130 мыңға жуық азамат тұрып жалпы тіркеуде. Оның 50 мыңға жуығы жұмысқа белсенді азаматтар. Жалпы жұмыссыздық деңгейін былтырғы жылдың қорытындысымен 4,8%-ға орындадық. Жоспар сол 4,8% болу керек болатын. Біз сол жоспарды орындадық. Қазір біздің мемлекеттік бағдарламаларға қатысу, жұмыс берушілер, жұмыс іздеушілердің барлығы еңбек KZ порталы арқылы жұмысқа жүзеге асырады. Бұл жерде сол жұмыс беруші өзінің бос вакансияларын неге жариялайды, еңбек KZ порталына. Жұмыс іздеуші өзіне сай мамандығын, өзінің тұрғылықты мекен жайына жақын мекемелерді таңдап, сол бойынша өз таңдауларын жасап, жұмыспен қамтылады. Өз-өзіне қызмет жасау бұрышы бізде күнделікті кәдімгі сағат 9-дан кешкі 7-ге дейін ашық. Келем деген азаматтардың бар осы жерде интернетпен толық қамтылған. Арнайы мамандар көмектеседі. Осы жердегі мамандар 2 маман бекітіп қойғанбыз. Өзінің қызметін сапалы өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы арқылы пайдаланып жатыр. Көбіне қандай қызметтерді алады бұл жерде? Бұл жерде бізде жұмыссыздыққа тіркеледі. Одан кейін өзіне еңбек KZ порталы арқылы жұмыссыздыққа тіркеледі. Одан кейін жұмыс берушілердің ашқан вакансияларын осы жерден таңдай алады. Жалпы бос жұмыс орындар жәрмеңкесін қаншалықты жиі өткізіп тұрасыздар? 2025-те қанша рет өткіздіңіздер? 2025 жылы жоспарға сәйкес 6 мәрте өткізгенбіз. Биылда тура сондай өткізу жоспарымызда бар. Бірінші рет кеше жұма күні өткізілді. 100-ден аса адам жұмыс қатысты. 150-ге жуық 168 жұмыс орны ұсынылды. 40 мекемеден, оның ішінде 30 адамға жаңағыдай тұрақты жұмыс орындарына жібердік, субсидияланған жұмыс орындарына 15 орынға субсидияланған жұмыс орындарына жібердік. Одан кейін былтыр бізде солтүстік өңірлерге қоныс аудару бойынша 28 азамат солтүстік өңірге қоныс аударған болатын. Солтүстік өңірдегі жұмыс берушілердің де біз сол жәрмеңкеде несін қосып, ол жерге ниет білдіруші 10 азаматты жазып алдық. Биылғы жылға енді ол жақтан әлі бізге нелер келген жоқ, сұраныс келген жоқ, бірақ жаңағы сол әр жәрмеңкеде сол жақтан жұмыс орындары бар екен, не бар екен біз айтып тұрамыз, хабарлап айтып тұрамыз, әлеуметтік желіге жариялап тұрамыз. Мансап орталығының тағы бір маңызды бағыты әлеуметтік қолдау көрсету. Бұл бағытта Мақтаарал қаласында жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. Өткен жылы 2025 жылға жоспарланған көрсеткіштер белгіленіп, нақты міндеттер айқындалған болатын. Ал биыл сол жоспар негізінде жұмыстар нақтыланып, жаңа міндеттер мен мақсаттар бекітілген. Біздің қызметіне атаулы әлеуметтік көмекке өтініш білдірушілердің өтініштерін учаскелік комиссиядан қорытындалып келген өтініш білдірушілерді жобасын жасап, жұмыспен қамту бөліміне жолдау. Қазіргі уақытта бізде атаулы әлеуметтік көмекке 3 түрлі бағытта өтініш білдіре алады. Өз жәндегі жеке ЭЦП күліштері арқылы, және егер бос өтініш берген 90-нан алдын әлеуметтік көмек алушы болатын болса, онда жәндегі электронды форматта өзі автоматты түрде өтініш түседі. Сол жерде иә, жоқ деп шотын енгізіп, адамдар өтініш тапсыра алады. Енді өткен жылмен салыстыра кететін болсақ, бізде 2025 жылға жоспар адам саны 5167 болатын болса, біз 4928 адаммен аяқтадық. 3,9%-пен нақты көрсеткенде. Биылға жоспар берілген 4332, жоспары 3,4. Сол жоспар бойынша келе жатырмыз. Қазір 100% электронды форматқа өткен, сол бойынша біздер өтінішті қабылдап жатырмыз. Бүгінгі таңға 2470 адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Енді біз жобасын жасап, жұмыспен қамту бөліміне жолдаймыз. Ол жақ тексеріп,
егер жоба дұрыс болған жағдайда толық бекітіледі, тағайындалады. Әзірге сол бізде ол отбасы мүшелеріндегі жұмысқа қабілетті адам мүшелерін біз толық жұмыспен қамту шараларына жолдап жатырмыз, тұрақты жұмыстарға және мемлекеттен бөлінетін субсидияланатын жұмыс орындарына жолдап жатырмыз. Өтініш білдіргеннен отбасының бірінші жергілікті жері бойынша әкімшілік учаскелік комиссия мұқтаж еместігін айқындайды. Сол жерден егер мұқтаждығы айқындалған жағдайда бізге келіп, біз өз тарапымыздан және отбасының жиынтық табысын есептеп, базадан запрос жіберу арқылы анықтап, сол жерде жұмыспен қамтылатын мүшелері болса, сол отбасы мүшелерін жұмыспен қамтып, жобасын жасап, біз жұмыспен қамту бөліміне жолдаймыз. Еңбек ырыстың бұлағы дейді халқымыз. Бүгінде Мақтаарал өңірінде жүзеге асқан жаңа бастамалар осы сөзіміздің өміршеңдігін дәлелдеп отыр. Мемлекеттік қолдауды дұрыс пайдаланып, маңдай термен еңбек еткен жанның алар асуы әрқашан биік, талпынған жетер мұратқа ниеті нық, мақсаты айқын азаматтар үшін алынбайтын қамал жоқ. Әрбір мүмкіндік жаңа белеске бастайтын баспалдақ, ең басты сенім мен еңбек қатар жүрсе, табыс та, тұрақтылық та бірге келеді.